әлі пакетімен тұрып алғансыңыздар. Құтты болсын. Бота машина алыпты. Әкеп бізге көрсетіп отыр. Ойбай. Машинаға. Бір, екі. Бай қолмар. Байдым. Отызға бұға туысат. Досым 40 мың қалтаңда. Көріңіз алдын алшы. Қақта екен басқа оңбағандар шы. Осындай газалға жоқ. Өзі кеп қажиына соғып жиналатын достарды шы. Досым Ақботаның машинасына көріндік көрдіңіз. Молодец, құтты болсын Ақбота. Рахмет. Астында тосын. Қашан шешеміз? Астында тосын. Күштеген машинасы ұнады. Инстаграм мені аяй ма или жақсы көре ма білмеймін бар ғой. Елдердің бәрі салып отыр ғой, менің фильтрім кетіп қапты, анау мынау деп. Менің фильтрларым барлығы отыр ғой. Шүкір Алла деп қоямын. Солай сорпа жасап жатырмын бүгіндікке. Біздің үйдегі тамақ ішу бір қызық та, потому что бір тамақты Бексұлтан ұнатса, бір тамақты Ерасыл ұнатпайды. В общем, екеулердің вкустары келмей қала береді. Сонымен, короче, бүгін ешкімге жоқ мәсаған дедім де сорпа жасап жатырмын. Сол бүгін қол кеспе болады. Давно я сорпа не готовила. Негізі мен күшті борщ жасаймын, бірақ Бексұлтан борщ ұнатпайды, сол үшін борщ жасай алмай жүрмін. Сосын мен Инстаграм, кстати, бар ғой, мен жазда банға кеткенмін ғой. Сол енді баннан шықтым, құдайға шүкір. Бірақ менің прямой эфирім 1 жылға кеткен ғой. Енді осы алдымыздағы августке дейін бандамын, прямой эфирға шыға алмаймын. Иногда сіздермен отырып, бір әңгіме айтайын десем, болмай жатыр. Енді августте күтіңіздер прямой эфир. Миға кірмейтін әңгімелерді көріп отырмын ғой. Инстаграмда аралап отырып, қарап отырып. Короче, штраф машинаңды 5 минуттан артық қыздырып тұрсаң деген заң шығып еді ғой алдында. Енді қазір тағы қарап отырсам, біз машинамен мысалы бір рядқа перестраиваться етеміз да, соны рахмет деп аварийка жағамыз ғой. Оказывается, аварийка жағып рахмет айтуға да болмайды екен. Оған да штраф екен. Я в шоке. Жоқ, болмайтын заттардың барлығына қазір штраф жасап жатыр. Еще қазір енді штрафтардың түрі көп қой енді. Білмеймін енді. Халық и так қиналып жатқан кезде әйтеуір болмайтын заттан штраф жасау деген вообще ненормально. Білмеймін, короче, мен миыма сыймай жатыр, мен мына информацияны переваривать ете алмай жатырмын. 5 минуттан артық қыздыруға болмайды деген не деген сұмдық? Мысалы, қыстың күні машинаны ұзақ қыздырасың. Машинаны дұрыс қызбасаң, моторы кетеді мысалы. Это что такое вообще? Бұны вообще қадағалайтын біреу бар ма? Достар, в общем, былай сториске көп шықпай жатырмын ғой, енді сөйлеп дегендей, өздеріңіз байқап тұрғандай өте қатты арықтап бара жатырмын. Мына жақтағы шоғын кетіп, мынау шықты. Еще мен айтқан подарок, осындай бір күшті подарок келді. Мұрным бітеліп, қиналып жатырмын, оны айтпай қойыңыздар. Қазір сіздерге ашып көрсетемін. В общем, бұл жерде мындай керемет сыйлықтар. Мә, қараңыздар. Ой, сырға цепочкасымен. Мә, любой образға прям күшті кетеді. Мә, салмағы да еще күшті, қараңыздар. Тем более қызыл цвет деген. Это вообще. И мынандай сырғасы бар еще. Жаңағы бір точка сыра и мынау екі. Так. Білесіздер ғой, бұл по-любому трендтен қалмайды, мен ойымша. И соның зеленый цветі бар. Потом мынандай сердечко сырға бар еще. Еще қараңыздаршы, аппақ. Мәссаған. Туф. Мәні шикарно ғой, қазірні ашып көрсететін болам. Бәрін ашып көрсетем. И қараңыздар, мынандай бағанағы зеленый сырғаның браслеті. Еще бәрін парочкамен тағасың ғой. Естественно, парочкой. Мынау мойынға тағатын цепочка или цепочка. И мына қазақи түрдегі осындай цепочка. Қараңыздаршы. Классно просто. Саған. Қыздар, мынау енді бөлек қой, рахмет үлкен, осы мені қолдап, осындай керемет нәрсе жіберіп жатсыз. Рахмет, жұмысыңыз алға баса берсін, клиенттеріңіз өте көп болсын.
еще выбор көп қой тәтенің несін көріп шықтым аккаунтын. Маған өте қатты ұнады. Мен сізге шынымен іштегі күшті бір отзывым. Ең керемет отзыв. Маған қатты ұнады. Ертең бұйыртса осы бижутерияларды киіп көрсететін боламын. Әдемі киім алғам еще кеше. Әселядан күшті 3 образ алғам. И сол мен киіп көрсетемін. Өздеріңіз бағалайсыздар. Бүгін жай ғана суретімен бүйтіп бөлісіп жатырмын. Ертең кигендегі образымен қалай тұратынын көрсетемін. Бөлек қой. Күшті, иә, сіздерге де ұнады ма? Маған да өте қатты ұнады. Мен өзім осындай бижутерия сондай нәрселерге өте қатты қызығамын. Бұрын особо қызықпайтын, қазір деген қандай образ кисем, сол образға сай цепочка сондай бірдемелер таққым келеді әйтеуір. Или үйленгеннен кейін бәрі өзгере ма? Сондай екен. Қайырлы кеш болсын. Сонымен біз соғышын жұмыстармен бүгін сәуір жұмыстарымызбен жүрдік. Ертең де жұмыстар көп бізде. Ертең үй жаққа барамыз. Бүгін жаңағы документациямен жүрдік. Иә? Скоро бірдеңе айтамыз. Біз үшін күшті ғой енді ол. Иә, жаным. Аңсап жатыр. Осында шоколад қойдым. Бірақ жеп жатқан жоқ оны. Істеп жатыр. Алданып сонымен. Бірақ кейде ашып алатын әдеті бар жоқ емес бар. Міне.